Ассалаумағалейкум, Үстікен ауыл тұрғындары, ауылдастарым. Мынау Аллаға шүкір деп айтайық, ауылымыз күннен күнге әйтеуір көркейіп келе жатыр. Біреуден ілгері, біреуден төмен шығармыз. Бірақ осы өзгерістердің өзі көңілге қуаныш ұялатыны ақиқат. Яғни жоқ болып кеткен саябағымыз қалпына келіп, талдар бой көтеріп келе жатыр. Енді мына ауылымыздың орталығынан әдем арка салынғалы жатыр. Мынау ардагерлеріміздің жаңағы суреттері ілініп, аттары жазылатын кішкене бұрыш ашылғалы жатыр. Ол да бір ауылымыздың сәні кіргізіп жатыр, сәнін кіргізетін дүниелер. Енді мынау саябағымыздың жанынан жаңағы ауыл жастарына деп волейбол ойнайтын жер, баскетбол ойнайтын жер, оның қасында ауыл тұрғындарына деп, ауылдың кішкентай бүлдіршіндеріне деп түрлі жаңағы жаттығу құралдары орнатылып, турниктер орнатылып жатыр. Бір сондай көңілге қуаныш ұялататын заттар, дүниелер жасалып жатқан. Енді осындай қуанышты дүниелердің қуанып үлгермей жатып, жаңағы көңілімізге қаяу түсіп жатқан жағдай бар да. Ол енді мына ауылымыздың жастарының істеп жатқан жаңағы санасыз іс-әрекеттерінен. Неге санасыз? Кеше жаңағы ауыл әкіміміз Қайрат ағамыз айтып кетті. Бұл өте сондай мал жасамайтын нәрсені жасап жатыр деп. Әлі жасалып бітпеген дүниелерді жаңа бір 200 теңгелік күрчегін үйіне әкетіп қалған дүние бар. Сіз бір нәрсені ұғыңыздар, ол сізге дүние болмайды ол. Сіз 200 теңгелік дүниені теріс жолмен үйіңізге кіргіздіңіз ба, 200 теңгелік үйіңіздегі адал дүниеңіз Алла тағала мына жақтан алып қояды. Шын, Алланың есебі күшті, осыны кішкене мән беріңіздер. Менің өмірлік ұстанымым бар, мен өзімнен кейінгі жастарға айтып жатырмын. Менің өмірлік ұстанымым бар, біреуге пайдам тимесе тимей-ақ қойсын, тек зияным тимесе болды деген. Пайдамды тигізе алмасам да зиянымды тигізбейін деп жүреді. Осыны сіздер анау WhatsApp-тың статустарыңызға жазбаңыздар, біреуге пайдам тимесе тимесін, зияным тимей-ақ қойсын деп. Зияндарыңызды тигізбеңіздер. Мен кеше кіші қажылыққа барып қайттым, сол кезде өзге ұлттармен сөйлесіп қалған кезде Қазақстанды білмейтіндер көп. Қазақстан десең, Қазақстан деген қай жақ деп сұрап жатады. Сол кезде біреуіне Димаш Құдайбергенді айтып жатырмыз. Біреуіне танып жатыр Димаш айтқанымыз. Біреулеріне мына қол күрестен арым рейсен, No.1 деп қоямыз. Қол күрестен бірінші орын, Шардара деп қояды. Шардараны танып жатыр. Иә, мен Шардар адаммын деп мақтанып жатырмыз. Астананың жанында бір 50-60 шақырымдық жерде Родина деген ауыл бар. Енді ана ауыл деген өте керемет ауыл. Қарасаң көз тоймайды, сондай бір әдемі. Астананың оң қасында әдірі қалсын. Айналайына, ана бір ауыл керемет екен десе, сенің ауылыңды мақтап жатса, менің ауылым ғой ол деп қосыла кетесің ғой. Ауылымыз көркейіп жатқан кезде, неге бір болмайтын зат үшін соны әдемілеп тұрған нәрсені бұзасыздар? Кішкене ойланайық та, парктың жаңағы скамейкаларын сындырып жатыр ағаштарын. Не істейсің оны сындырып? Пайдаң тимей-ақ қойсын, зияныңды тигізбесе айналайын-ау. Ана ауылдың жастары бірінен бір өткен ешек екен десе, Сүткенттің жастары, менің ауылым ғой деп отырасың ба? Басын бұлып салбыратасың. Ал Сүткентті мақтап жатса ше, ол менің ауылым ғой деп кеудеңді керіп шығасың. Айналайын-ау, ауылымыздың жақсы жағынан аты шықсын да. Ойланайық жастар. Әркімнің кеудесінде көтеріп жүрген басы бар. Өз бастарыңызға жауап беріңіздер. Өтініш сіздерден. Мына мектеп оқушыларына дейін айтам. Өтініш. Біреудің жаңа бұзақылық жасап сындырып жатқанын көріп қалдыңыз ба? Жаймен менің үйіме келіп, немесе мені білесіздер ғой, маған айтыңыздаршы келіп. Міне, пәленшенің баласы дегенше, мынаны сындырып жатқанын көзіммен көрдім. Біліп жүріңіз. Мен сіздерді сатпаймын. Тек кімнің істегенін біліп жүрейік біз. Кімнің қандай деңгейге, қандай сорақылыққа баратынын біліп жүрейік. Өтініш сіздер. Жаңағы айтатын, статустарыңызға жазбаңыздар. Біреуге пайдам тимесе тимей-ақ қойсын, тек зияным тимесін деп, зияндарыңызды тигізбеңіздер. Жасап бітсін жұмыстарын. Әдемілеп көркейтіп қойсын. Көрікті ауылда өмір сүрейік. Дымы жоқ, ауылда емес. Ойланайық жастар, ол біздің игілігіміз үшін. Бізден кейінгі ұрпақтың игілігі үшін жасалып жатқан дүниелер. Өз ауылымыз, кішкене намыстарыңызды оятыңыздар.
өз ауылымызды өзіміз қорғамасақ біреу келіп қорғап бермейді. Камера қойып үлгерген жоқ, бір күн ол жерлерге де камера қойылатын шығар, бірақ біліңіздер, алла тағала көріп тұр. Алла тағаланың камерасы бар, көріп тұрған. Ешкім көрмесе де Алла көріп тұр. Алла тағала, сіз біреуге қиянат жасайсыз, елге қиянат жасайсыз, ол сіздің алдыңыздан ертең шығады. Ол бейжай қалмайды, біліңіздер. Ауылға зиянын тигізіп жатсың ба, біреуге зиянын тигізіп жатсың ба, ол өз тамырыңа өзің балта шауып жатсың деген сөз. Осыны ойланайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ауылымыз күннен күнге көркейе берсін, жастарымыз сауатты болсын, иманды болсын. Еліміз аман болсын, студенттің жастары елдің, Қазақстанның намысын қорғай берсін. Аман болайық. Артық айтсам кешіріп қоясыздар.